Баршаңызға сәлем достар. Бүгін бөдененің етінен дайындалатын сорпаның рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге дайындаңыздар. Алдымен қазанға қажетті мөлшерде салқын су құямыз. Бөдененің етін салып, қақпағын жауып, жоғары отқа қоямыз. Көбігі пайда болғаннан кейін көбігін сүзіп алып тастау қажет. Көбігін алып болған соң қақпағын жауып 40 минуттай қайнатамыз. Ұсақтап туралған пияз қосамыз. Негізі сорпа қанша ұзақ қайнаса, сонша дәмді болады. Тұз, дәмдеуіштер қосып араластырамыз. Тағы да жарты сағаттай баяу отта қайнатамыз. Сәбіз және картоп қосамыз. Қақпағын жауып, жарты сағаттай баяу отта қайнатамыз. Болгар бұрышын қосамыз. Бұл сорпаға ерекше дәм береді. Сорпа дайын болған соң болгар бұрышын алып тастауға да болады. Шамалы уақыт тағы да қайнағаннан соң бір ас қасық томатқа азырақ сорпа қосып араластырамыз, біркелкі етіп, сосын оны сорпаға қосамыз. Немесе қызанақ қосуға да болады. Аскөк салып, тағы да жарты сағаттай баяу отта қайнатамыз. Міне сорпа дайын, иісі керемет, дәмі де ерекше болып шығады. Енді оны дастарханға тартуға болады. Негізі бөдененің еті тауықтың етіне қарағанда нәзік әрі дәмді болады және дәрумендерге бай. Қыстың күні таптырмас тағам. Сондықтан осы рецептпен дайындап көріңіздер. Егер дайындап жатсаңыздар, ас болсын.